Қызылшадан жасалынатын роза гүлі деп аталынатын тіске басар дайындаймыз. Сіздермен бірге мен Әлден Гаухар. Міндетті түрде парақшама тіркеліп алыңыз. Пікір қалдыруды, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, ең алдымен бір тісші чесногымызды өткіштен өткіземіз, одан соң сырымызды өткіземіз. Екеуін ыдысқа салып, оның үстіне творожный сырдан салып, сәндік ретінде петрушка немесе кішкене кинза қоссаңыздар болады. Және шым тұз салып, жақсылап тұрып араластырып салмасын дайындап қоямыз. Суға піскен қызылшаны жіңішке ғып турап, дөңгелетіп, бірінің үстіне бірін қойып, дәл видеодағыдай жайғастырамыздағы арасына жаңағы салманы саламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай роза секілді орайсыздар. Одан соң үгітілген орехымызға осылай жағып шығамыз. Осымен роза гүліміз дайын. Енді ыдысымызға орналастырып